Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайында кеспе көже дайындайтын боламыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап беруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ең алғаш етімізді қазанға салып, үстіне толтырып суымызды құятын боламыз. Сосын тұзымызды салып, бетін жауып қоямыз. Қайнаған соң жақсылап тұрып көбігін алатын боламыз. Тағы да қайнатып болған соң осындай тәтті бұрышымызды саламыз. Қызанақ болса, қызанақ салсаңыздар болады. Енді қамырын дайындаймыз. Ең алғаш жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне тұз қосамыз, сәл су құйып жақсылап араластырамыз. Және достар, мен рецептерім ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыздар. Кейін қамырымызды салып, жақсылап тұрып илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын болып шығу керек. Қамырымыздың қанғаннан кейін осылай жақсылап жайып 4 бөлікке бөліп, үстіне жақсылап ұн жап кептіріп алып, осылай майда қылып кесіп алатын боласыздар. Үстіне ұнымызды жақсылап жауып кептірсек, қамырымыз осылай бір-біріне жабыспай жұқа дәмді болып шығады. Кейін картопымызды саламыз. Етімізді турап салатын боламыз. Картопымыз піскен соң қамырымызды саламыз. 5-6 минуттай ғана пісіреміз. Қамырымыз өте тез пісетін болады. Дайындап көріңіздер, сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!